Сәлем достар, сіздермен бірге Даки Кодер. Біз фотошопты қалай аудардық, сол бойынша бүгін сөз қозғайтын боламыз. Егер көрмесеңіздер, мына видеода мен көрсетем, қалай бізде жасанды интеллект арқылы кодты жазуға болады. Ол біздегі қазір GPT-4o бар ғой, моделі бар, соны алып аударма жасадық. Бұл жерде аудармада мәселе бар. Мысалға мен аудармашы емеспін, мен программист емеспін, бірақ программист ретінде ойланамын. Енді қараңыздар, қалай жұмыс жасап жатырмыз. Бізде фотопи деген бағдарлама бар. Оны жігіт жасаған, бір украиндық жігіт деп айтады, білмеймін. Бірақ ол кісі маған қатты ұнайды, себебі ол официально не емес, Adobe сияқты, бірақ тегін фотошоп жасады. Фотошоптың өзі барып фотошопты өзі жасады. Түсініп тұрсыздар ма? Сондай өте керемет адам. Сол кісімен байланыста болды мен қаншама жыл бойы. 4 жыл ма? 3 жыл болды. Тегін фотошопты қолданамын, 2 жыл. Сол аралықта ол кісіге шынымды айтайын, ризамын. Енді сол ой келді, неге фотошопты біз қазақшаға аудармасқа деген сияқты. Сол қазақшаға аудару үшін жұмыс жасадық. Енді біз қалай ары қарай фотошопты, шынымен фотошопты қалай аударамыз? Или қалай аударып жатырмыз? Фотопи деген сайтқа кіреміз. Міне, сіздер қазір кіріңіздер. Фотопи, сосын мына жерде толығырақ, больше тіл, сосын астында аударма жасау деген бар. Сосын аударма жасау деген кезде, міне қараңыздар, мына жерде ағылшынша жазып тұр. Мен мына жерде қазақша дегенде тауып аламын. Енді мына жерде қазақша деген қайда? Таппай қалдым. Міне, қазақша, сосын мына жерден сіздер мынаны бассаңыздар. Жылжиды сөз, бірінші сөз, сосын мына жерге файл деп енгізесіздер. Енді аударманы қалай енгізеді? Барлығы тексереміз. Бүкіл бізде 30-дан астам телеграм арнада адам болды. Барлығымыз тексеріп шығамыз. Мен аудармаға араласпаймын. Сіздер араласыңыздар. Мен жай ғана бұны разработчик бар ғой, бас разработчик. Сол кісімен байланысам, ол кісі барады да подтвердить етеді. Айтам, бізде жаңа жаңарту болды. Біз соңына дейін дұрыстап аудардық. Алдында біз прямой перевод жасап жүрген едік. Сіздер біз жасап болдық. Енді сіз осыны жай ғана не істеңіз деп енгізіңіз бағдарламаға. Өйткені мен жай ғана мына жерде 902 сөздің неше 90%-ын ғана енгізе салдым бағана GPT переводпен. Сол сіздерден сұрайтыным сол, осы сайтқа кіріп Translate Photopea to сайт. Осы жерден аударманы жасап шығыңыздар. Мен әзірше осылай қойып кеттім. Өйткені сіздерге көрсеткім келді фотошоптың қазақша жасауға. Енді бұл фотопиді шешіп болсақ, біз ары қарай фотошопқа көшеміз, сосын Adobe-тың барлық бағдарламаларына көшеміз. Құдай қаласа. Одан кейін бізде ойындар бар. Мысалы GTA San Andreas'тен озвучкасы шықты ғой, дауыспен қазақша. Мен ойлап отырмын, құдай қаласа, соның қазақша интерфейсін жазам деп. Енді жай сондай идея. Сол сіздерден қолдау күтемін. Көп сөйлеп кетсем кешіріңіздер. Бұл барлық нәрсенің мақсаты бізге қазақша тілді дамыту керек емес, бізге қазақша тілді жай ғана қолдану керек. Сол қолдануды іске асыратын бұл біздер. Бізге бұл нәрсені ешкім істеп бермейді. Мен осындай мүмкіндікті көрдім. Фотопиден бастаймыз, сосын Photoshop, ары қарай FX, Adobe Premiere Pro, солай құдай қаласа солай қарай кете береміз. Сол себептен Даки Кодер арнасына тіркеліңіз. Сау болыңыз.